Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті де бүгін студенттерге есігін айқара ашты. Биыл бірінші курсқа 1155 студент түсті. Олардың 300-і мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен жүзеге асырылып келе жатқан серпін 2050 бағдарламасы аясында қабылданды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Былтыр серпін 2050 бағдарламасының мәңгілік ел жастары индустрияға жобасы аясында оңтүстік облыстардан Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне 138 мектеп түлегі тегін оқуға қабылданған еді. Биылда бұл бағдарлама жалғасын тауып, білім ордасы 300 грант бөліп отыр. Барлығы жатақханамен қамтамасыз етілген. Мен өзім оңтүстік Қазақстан Шымкент қаласына келіп отырмын. Осы серпін бағдарламасы бойынша өзім таңдаған мамандығым радиотехника, связь. Осы мамандық қалағаннан осы Солтүстік Қазақстан Манаш Қозыбаев атындағы университетке тапсырдым. Түсіп отырмын. Жалпы биыл Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті оқытатын 50 бакалавриат мамандығына 1155 студент бірінші курсқа түсті. 25 адам магистратураға және 2 адам докторантураға қабылданды. Оларды университет ректоры Оңдасын Әшімов құттықтап, студенттік шақтары қызықты да шуақты болуын тіледі. Мемлекеттік тапсырыс бойынша 424 студент білім алатын болады. Солардың бірі мектепті алтын белгімен аяқтаған Камила Шәкірова. Өзім инженерлі-техникалық факультетке түстім. Радиотехника, электроника, телекоммуникация мамандығына. Студенттік өмірден өте жақсы, өзі есімге қалатын ең жарқын өмірімнің кезеңі болады деп ойлаймын. Университетте студенттерге сапалы жоғары білім беру үшін барлық жағдай жасалған. Мұнда 10-нан астам ғылыми зерттеу зертхана, ғылыми орталықтар, кітапханалар жұмыс істейді. Білім күні мерекесіне студенттер ерекше етіп дайындалды. Бірінші курсқа келген бірқатар студент бірінші күннен бастап университет өміріне белсене қатыса бастады. Әрине, бұл бізді өте қуантады. Олар бүгін би билеп ән айтады. Бізде 3 бірдей театр бар, түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Жаңа оқу жылдың алғашқы күніне орай студенттер театрландырылған көріністер қойып, флеш-моб әзірледі. Әсел Оразбаева, Ерлан Қалиев, ақпарат.